балам, күн қандай тамаша, иә? Ұнап тұр ма саған? Иә? Кеттік онда саябақта демалып отырайық, иә? Балам, мақта тәтті ме екен? Міне балам, қараш. Мақта, иә? Бұлтқа ұқсай ма? Вау, күстігінен алған жұмбаны. Мама, аспандағы бұтта тәтті мақта сияқты жеуге бола ма? Балам, сол тақырыпты біз зерттеп көрейік, иә? Кеттік онда, мен саған айтып берейін, аспандағы бұлттарды жеуге бола ма екен, иә? Қызық па саған? Не қызық. Кеттік онда. Балам, сен маған бұлт туралы сұрақ қойдың ғой? Бұл не дедік? Бұлт. Бұлт деп ойлайсың ба? Бұл біздің жаңағы жеген тәтті мақтамыз. Ал біз табиғатта бұлтты жеп көре аламыз ба екен? Сол қызық па саған? Жеп көре аламыз деп ойлайсың ба? Иә. Біз сол үшін зерттеу жұмысын жүргізіп көрейік та. Бірінші теориясын түсіндіріп көрейін саған, иә? Табиғатта бұлт қалай пайда болады, иә? Бұлт деген бізде мысалға не болады мына жерде? Не балам? Су. Иә, су. Сосын су не істейді? Күннің көзі түсіп тұрады, иә, оған? Су сосын буланады. Буланып ол деген көтеріледі былай. Сосын сол көтеріліп судың тамшылары пайда болады. Сосын олардың барлығы былай жиналып, неге айналады екен? Жаңбырға. Бұлтқа айналады. Сосын бұлттар жиналып не істейді? Жаңбыр жауады. Сөйтіп бізде осындай айналмалы табиғаттың құбылысы жүріп жатады. Сонда бұлт деген бізде судың тамшылары екен. Судың булары жиналып құралып бізді не дейді? Бұлт құрайды екен, бана аспандағы көрген, жақсы ма? Ал бұлттар көп жиналып кетсе, барлығы бір-бірімен көп жиналып кетсе не істейді? Жаңбыр жауады немесе қар жауады, иә? Сонда бұлтты біз жеп көре аламыз ба екен? Бұлт дегеніміз судың жиналған тамшылары. Біз оны жей аламыз ба екен? Біз бұлтты жей алмаймыз. Балам, мен жаңа бұлт туралы айтқаным түсінікті болды ма? Иә. Ондаша біз тәжірибе алаңында бұлтты өзіміз жасап көрейік. Иә. Кеттік. Балам, біз тәжірибе алаңына келдік. Біз қауіпсіз болу үшін арнайы киімдер кидік, иә? Қолымызға қолғап кидік, иә? Көзімізге көзілдірік тақтық, иә? Сосын арнайы киімдерімізді киіп алдық. Өйткені тәжірибе алаңында бізге қауіпсіз болу үшін, иә? Өйткені мұнда біз қазір ыстық сумен, мұзбен жұмыс істейміз, және мына шыны ыдыстармен, иә? Жақсы. Енді біз бұлтты өзіміз жасап көрейік. Ол үшін біз қайнап тұрған суды мынаған аздап құямыз түбіне. Сен маған мұз саласың. Енді мына ыстық қоямыз, үстіне мұз салаға. Бірінші мұз салып алайық. Мына мұзды алып былай саламыз, иә? Үлкен мұзды? Үлкен. Үлкен мұз, аха. Болды ма? Біз былай жасап тұрық қой, сонда табиғаттағы жаңағы көрсеткен бұлттың пайда болуын қолмен жасап көрсетіп жатырмыз. Мына төменде ыссы, иә? Сосын ол буланады. Мына жоғарыда салқын ауа бізде. Мынаның барлығын салып берейік. Салқын ауамыз. Енді мына жерде шашқа шашатын уақытты кішкене етіп жіберейік. Енді қарайық. Дейік. Бұл міне әппақ бұлт сияқты болды, көрдің бе? Мына әппақ бұлт тұрған, сонда біздің бұлтымыз ғой. Оны жей аламыз ба? Сонда оны жей алмаймыз, өйткені ол бұлт не екен? Судың тамшылары. Көрдің бе? Міне бұлт, көрдің бе? Не қараш балам? Мінекей бұлт, е? Міне бұлт. Бұлт деген сонда судың тамшылары болып тұр, көрдің бе? Бұлт дегеніміз не болды? Судың тамшылары. Біз оны жей аламыз ба? Жей алмаймыз. Тәжірибе жасаған ұнады ма? Иә. Нені білдің? Бұлттың қайдан шығатынын білдім. Бүгінгі тәжірибе ұнады ма? Иә. Онда тағы да осындай табиғаттағы құбылыстар туралы кез келген білгім келетін заттарды осылай тәжірибе алаңына келіп зерттеп қарауға болады екен. Келесі тәжірибемізде қандай табиғат құбылыстарын көргің келеді? Кім болғаса қалай пайда болады? Соны білгің келе ма? Онда келесі тәжірибе алаңымызда біз кемпір қосақтың қалай пайда болатынын бақылап көретін боламыз, иә? Осымен балам, бүгінгі біздің тәжірибеміз аяқталды. Сіздермен бірге болған Ибрахим және оның анасы Перизат.